Алтын тұғыр республикалық математика олимпиадасында ақтөбелік мұғалімдер жеңімпаз атанды. Олардың біреуі нөмірі 10-шы жалпы білім беру орта мектебінің директоры Индира Бексултанова. Қаңтар айында Нұр-Сұлтан қаласында өткен олимпиадаға әр аймақтан 8 педагогтан жалпы 150 мұғалім қатысқан. Мұнда олар математикалық және логикалық есептерді шешуде кәсіби шеберлігі мен қабілеттерін көрсету бағытында бақ сынады. Олимпиада бастауыш сынып мұғалімдеріне арналған. Біздің республикада болды. Әр регионға Қазақстан бойынша 8 ғана адамнан қатысуды талап етілген шарты бойынша. Соған өзім желтоқсан айында ғана біліп, осындай Алтын тұғыр олимпиадасының бар екенін, оның нәтижесі егер не болса, жаңағыдай орын алсаң, немесе призер болсаң, онда ол мұғалім үшін өте қажет дүние. Себебі мұғалім қазір білесіздер, ол жаңағы өзінің категориясын үнемі 5 жыл сайын өсіріп отыру керек, аттестациядан өтіп отыру керек, білімін дәлелдеп отыру керек. Сол кезде оған категория да беріледі. Категория әр мұғалім үшін ол әрине жалақысына да қосымша пайдасы тиетін. Сонымен қатар олимпиададан Ырғыз ауданының мұғалімі 3-ші орынмен оралды. Байқаудағы барлық бөлімдерде берілген есептерді шешу үшін 90 минут уақыт берілген. Олимпиада Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі, Дарын республикалық ғылыми практикалық орталығы және зерделі ақыл-ой дамыту мектебінің ұйымдастыруымен биыл 4-ші жыл қатарынан өткізіліп келеді. Елімізде ұлттық бірыңғай тест басталды. Қатысушылардан 104 мыңға жуық өтінім түскен. Биыл ұлттық бірыңғай тест өткізу ережесіне бірқатар өзгерістер енгізіліп отыр. Бұл туралы Білім және ғылым министрлігі ресми сайтында мәлімдеді. Ұлттық бірыңғай тестілеу 2022 жылдың 22 ақпанына дейін жалғасады. Көру, есту, тірек қимыл аппаратының функциялары бұзылған талапкерлерге тестілеу тапсырмаларын орындау үшін негізгі 240 минуттан бөлек қосымша 40 минут беріледі. Тестілеу бір компьютер, 2 камера, 1 тестленуші қағидаты негізінде іске асады. Егер тексеріс нәтижесінде тыйым салынған заттарды пайдалану және ережелерді бұзу фактілері анықталса, оқуға түсушінің ұбт нәтижелері жойылады. Ел және әлем жаңалықтары алдағы топтамада. Қазақстанның оңтүстігі жарықсыз қалды. Электр энергиясының қайта қосу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Алматыда электр энергиясы өшкен. Әлеуметтік желіде басқа да оңтүстік өңірлердің тұрғындары жарықсыз қалғанын айтып шағымдануда. Жарық тек Алматыда ғана емес, Талдықорған қаласында да сөнген. Алматыда Байтұрсынов көшесінен жоғарыдан орналасқан аудан жарықсыз қалды. Алматы әкімдігі электр энергиясы Кегок желісі бойынша өшкенін мәлімдеді. Алдын ала мәліметке сүйенсек, желілерде кернеу төмендеген. Шымкент пен Тараздың кейбір аудандарында электр энергиясы өшкен. Ташкентте метро жұмысы тоқтады. Қырғызстан астанасы Бішкекте сорғы станцияларында жарық сөнді. Спутник Қырғызстанның хабарлауынша жарық бүкіл орталық Азияда өшіп қалды. Қырғызстан энергиясы сақинасынан шығып, электр энергиясымен қамтамасыз етуді 30 минут ішінде қалпына келтіреді деп мәлімдеді ведомствоның баспасөз қызметі. Қытай Қазақстанда түрлі түсте революция ұйымдастыру әрекетіне қарсы. Қытай Халық Республикасы төрағасы Си Цзиньпиннің Қазақстанда қаңтар айының басында болған тәртіпсіздіктерге қатысты пікірін білдірді. Орталық Азия Қытай Халық Республикасы онлайн саммитінде ол Қазақстандағы тәртіпсіздіктер көптеген адамның өлімі мен материалдық шығынға әкеп соққанын еске салды. Қазақстанның көршісі әрі досы бола отырып, Қытай Қазақстанның озбырлықты тоқтату мен ахуалды тұрақтандыру бағытында күш-жігерін табанды түрде қолдайды. Қытай Қазақстанға қажетті қолдау мен көмек көрсетуге дайын. Президент Тоқаевтың мықты басшылығының арқасында Қазақстан халқының болашағы жарқын болатынына сенемін, деді Цзиньпин. Сондай-ақ Қытай Халық Республикасы басшысы Қазақстанға көрші әрі дос мемлекет ретінде қарайтынын атап өтті. Брюссельде ковидке қарсы шаралар мен шектеулерге қарсы жалпы европалық манифестация қақтығыспен аяқталды. Ресми мәлімет бойынша наразылық акциясына 50 мыңға жуық адам қатысқан. Наразылық білдірушілер Бельгия үкіметінің отставкаға кетуін талап етті. Жергілікті бақтың хабарлауынша митинг бейбіт түрде басталды. Бірақ кейінірек наразы топ полициямен қақтығысқан демонстранттардың кейбірі тас петарда лақтырған. Оған жауап ретінде полиция су атқыштар мен көзден жас ағызатын газ қолданды. Бельгия астанасында коронавирус
коронавирусқа қарсы шараларға қарсы тұрғындардың жаппай митингіне 50 мыңға жуық адам жиналды. Көптеген қатысушы басқа елдерден келген. 70-ке жуық адам ұсталды. 3 полицей мен 12 демонстрант ауруханаға түсті. Тәртіпсіздіктер салдарынан автокөліктер мен ғимараттардың қасбеттері, соның ішінде Еуропа сыртқы саяси қызметінің кіреберісі зақымдалды. ақш Еуропаға 8 мыңнан астам сарбазын аттандырды. Бұл Украинаға қатысты жайт. Тек бұл НАТО өзінің жедел әрекет ету күштерінің әзірлей бастаса ғана жүзеге аспақ. Бұл туралы ақш қорғаныс министрлігінің ресми өкілі Джон Кирби мәлімдеді. Айтуынша, бұл күштер альянстың шығыс қапталына барады. Ал Украина қорғаныс министрі Алексей Резников қазір Ресейден қауіп жоқ деп жайбарақат отыр. Яғни басып кіретіндей ештеңе байқалмайды. Украина шекарасы маңында Ресейдің соққы беретіндей әскері жоқ. Ал НАТО басшысы Йенс Столтенберг қазір одақ шығыс Еуропа қосымша күш орналастыруын қарастырып жатқан, бірақ Ресейде диалог жалғастыра беретінін жеткізді. Біз альянстың шығыс бөлігінде күшімізді нығайтып, қосымша әскер орналастыруды қарастырып жатырмыз. Күшті нығайту тепе-тең дәрежеде жүзеге асырылады және біздің халықаралық міндеттерімізге сай келеді. Бірақ НАТО Ресеймен диалогты жалғастыруға дайын, дейді НАТО бас хатшысы Йенс Столтенберг. Көк мәртебесі барларға бірқатар жеңілдік берілді. Бұл туралы бүгін өткен үкімет отырысында денсаулық сақтау министрі Ажар Ғинаят хабарлады. Оның айтуынша, эпидемиологиялық қауіп аймағына қарамастан көк мәртебесі барларға бірқатар жеңілдік қарастырылған. Көк мәртебесі болған кезде қонақ үйлерге, әуежайларға, теміржол, автовокзал, халыққа қызмет көрсету орталығы, қазпошта бөлімшелеріне, банктерге, асханалар түріндегі қоғамдық тамақтану объектілеріне, жабық базарларға, білім беру ұйымдарына, спа орталықтарына, сән салондарына, облысаралық, облыс ішілік, қалалық тасымалдауларға шектеулерсіз кіруге рұқсат етіледі. Көк мәртебесі бар келушілердің кіруіне рұқсат берілген. Бірқатар объектілер үшін жасыл аймақта шектеулер алынып тасталған. Сары аймақта 70-ке дейін, қызыл аймақта 60% және мейрамханалар, мәдени объектілер, балалар мен ересектер үшін ойын-сауық орындары бойынша толық ұғымдылық ұлғайтылды. Словакияда ұшатын автокөлік шығарылды. Эйркар автокөлігі 70 сағаттық қатаң сынақтардан өтіп, 200-ден астам ұшу-қону маневрын орындады. Словакияда жолда жүріп аспанда ұша алатын көлік елдің көлік басқармасының сертификаттарын алды деп хабарлайды Sky News. Сертификаттың берілуі жаппай өндіріске ықпал етіп, оны бір сат ілгері жылжытқан. Ұшу сынақтарының көлемі Еуропа авиация қауіпсіздігі агенттігінің стандартына сәйкес келетіні аталып өтілді. Сынақ кезінде автокөлік ұшақ режиміне таңғажайып статистикалық динамикалық тұрақтылықты көрсеткен. Сертификатталған оператив кезеңде жету үшін 100 мың сағаттан астам уақыт қажет болды. Алматыда ұрланған қару-жарақ жасалған қойма табылды. Ұсталғандар арсенал табылған жандламалы үйде бірге тұрған. Полиция кезеттің хабарлауынша, құпия орын Шаңырақ ықшам ауданындағы жеке тұрғын үйлер еденінің астынан табылды. Ондағы тәртіпсіздікпен қару-жарақ дүкенінен тоналған 4 адам ұсталды. Тінту кезінде оқтары бар 2 мырыш, F1 гранатасы, АК-47-ге арналған 2 патрон, оқ өткізбейтін киім, қалқандар, дулығалар, тегіс ұңғылы мылтық анықталды. Айғақты заттар жедел жәрдем тобымен процессуалдық тәртіпте тәркіленді, деді Алматы қалалық полиция департаменті бастығының орынбасары Берік Әділбеков. Оларға қатысты қылмыстық кодекстің 188 бабы 3 бөлігі мен 291 бабы 1 бөлігі бойынша іс қозғалды. Күдіктілер уақытша ұстау изоляторына қамалды. Ұсталғандардың жасы 29, 35, 39-да. Арнамызда шағын жарнамалық үзілістен соң көретін ақпараттар легіне назар аударыңыздар. Еліміздің барлық аймағында карантиндік шектеу жеңілдетілді. Эпидемиологиялық қауіп аймағына қарамастан көк мәртебесі барларға бірқатар жеңілдік қарастырылған. Облыстық әлеуметтік экономикалық дамуына өз үлесін қосып, халық алдында ұзақ жылдар абыройлы қызмет атқарған Алтынбек Әкімжановтың туғанына биыл 100 жыл. Мерейтойға байланысты бүгін Михаил Ломоносов атындағы қалалық орталық кітапханада тарихи кеш өтті. Сіз бұлай әлі демалған емессіз. Земнисат мейрамханасы армандар орындалатын нағыз жұмақ бақшасы. Мөлдір бұлақ, экзотикалық өсімдіктермен, жанды әуенмен өрілген сарқырама ортасында керемет ас үй дәмін татыңыз. Қазақстандағы жалғыз таңғаларлық қысқы уақытта банкет, той, ұжымдық кеш, іскерлік кездесулер мен мерекелік кештер өткізіңіз. Земнисат мейрамханасы, кіру есігі ретропарк жағында.
Сіз жай ғана жарнама бергіңіз келеме? Күрделі прайссыз, артық сандар мен нұсқаулықсыз. Ақыры таңдаудан шаршадыңыз ба? Бізге сіз жеңіл есептесе аласыз. Не бары 3 жарияланым пакеті. Үнемді, ыңғайлы, сыйымен Рика медиа тобының жарнама қызметімен ойыңызды кәсібіңіз үшін босатыңыз. Қарапайым ұсыныс, дұрыс шешім. Анықтама телефоны 220 250 222 300. Еліміздің барлық аймағында карантиндік шектеу жеңілдетілді. Бүгін үкімет отырысында денсаулық сақтау министрі Ажар Ғиният эпидемиологиялық қауіп аймағына қарамастан көк мәртебесі барларға бірқатар жеңілдік қарастырылғанын хабарлады. Оның айтуынша эпидемиологиялық қауіп аймағына қарамастан көк мәртебесі барларға бірқатар жеңілдік қарастырылған. Көк мәртебесі бар келушілердің кіруіне рұқсат берілген бірқатар объектілер үшін жасыл аймақта шектеулер алынып тасталады. Көп мәртебесі бар болған жағдайда объектілер мен салалар шектеусіз жұмыс істей алады. Ол келесі объектілер, яғни қонақ үйлер, қонақ әуежайлар, теміржол, автомобиль, су вокзалдары орналасқан өзен теңіз порттары, автостанциялар, автоөтпе жолдар, жолаушыларға қызмет көрсету пункттері және халыққа қызмет көрсету орталықтары, банктер, қазпошта бөлімшелері. Сонымен қатар асханалар мен типі бойынша алкогольдік ішімдіктерді сатпайтын қоғамдық тамақтану объектілері. Сонымен қатар жабық базарлар, білім беру объектілері, жоғары оқу орындары, колледждер, білім беру орталықтары, сұлулық орталықтары мен сонымен қатар салондар, спа орталықтар, косметологиялық және косметикалық орталықтар, қызмет көрсету салондары, сонымен қатар облыс аралық, облыс қалалық, тұрақты және тұрақты емес тасымалдау қызмет көрсететін орталықтар. Облыстың әлеуметтік экономикалық дамуына өз үлесін қосып, халық алдында ұзақ жылдар абыройлы қызмет атқарған Алтынбек Әкімжановтың туғанына биыл 100 жыл. Мерейтойға байланысты бүгін Михаил Ломоносов атындағы қалалық орталық кітапханада тарихи кеш өтті. Өз елінің азаматы атты кешке Алтынбек Әкімжановтың туыстары мен оның көзін көрген қариялар қатысты. Кітапхана оқырмандарына қоғам қайраткерінің өмірбаяны таныстырылды. Алтынбек Әкімжанов өңірдің Ырғыз, Шалқар, Байғанин аудандарын басқарып, ауыл шаруашылығы саласының дамуына үлес қосқан. Әкеміз деген ел азаматы болды, халық адамы болды. Халықты еңбекке, тәрбиелеуге күші жетті және халықтың пікірін тыңдау білді. Өңірдегі мектептерде жасөспірімдерге екпе салу науқаны кешенді жүргізіліп жатыр. Қаңтар айынан бері Ильяс Есенберлин атындағы нөмірі 15-ші орта мектебінде 7-11 сыныптарда оқитын 30 оқушы ата-ана рұқсатымен америкалық Pfizer вакцинасын салдырған. Бұл мектептің ұстаздарының 50% ревакцинациядан өтіп үлгерген. Біздің мектепте қазіргі таңда ревакцинация үрдісі жүріп жатыр. Мектебімізде қазіргі таңда 50%-ға жуық мұғалімдер ревакцинация алды. Оқушыларымызға тоқталатын болсақ, қазіргі таңда 30-ға жуық оқушымыз вакцинация алды. Олар 7 мен 11 класс аралығындағы балалар. Әрине олар ата-ананың келісімімен. Қандай вакцина? Оқушылар Pfizer вакциналарын алып жатыр. Біздің өзіміз қазіргі таңда бірінші спутник алдық, қазір вирусал вакцинасын алып жатырмыз.